Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. 24 сәуірде Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотты ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовке және орынбасарлары Садықұловқа, Ерғожинге, Осиповке қатысты қылмыстық іс бойынша үкімін жария етті. Сот Кәрім Мәсімовті 18 жылға бас бостандығынан айырып, оның мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы төрағасының 3 орынбасарына да үкім шықты. Садықұлов 16 жылға, Ерғожин 15 жылға, Осипов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар генерал атақтарынан және мемлекеттік наградалардан айырылды. Еске салайық, ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы Кәрім Мәсімовке қаңтар оқиғасы бойынша айып тағылған болатын. Бас прокурор Берік Асылов атап өткендей, тәртіпсіздіктер кезінде Мәсімовтың тапсырмасы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитет департаменттерінің жеке құрамы жұмыс орындарын тастап кеткен. Тергеу аса құпия белгісімен жүргізілді. Қазақстан Республикалық премьер-министрі Әлихан Смайылов Иран Ислам Республикасына ресми сапармен барды. Тегеранда үкімет басшысы Иранның бірінші вице-президенті Мохаммад Мохберменмен кездесу өткізді. Кездесу барысында тараптар екі ел ынтымақтастығының өзекті мәселелерін талқылады. Келіссөздер қорытындысы бойынша бірқатар ведомствоаралық және коммерциялық құжатқа қол қойылды. Сондай-ақ Әлихан Смайылов Иран президенті Ибрахим Раисимен де кездесті делінген мәліметте. Атап өтетін жайт, Қазақстан Республикалық премьер-министрінің сапары аясында 24 және 26 сәуір аралығында Қазақстанның Ирандағы 3-ші сауда-экономикалық миссиясы өтті. Оған тамақ, химия, құрылыс, жеңіл өнеркәсіп және металлургия бойынша 20 отандық тауар өндіруші қатысты. Биыл жеңіс күніне орай бюджет қаражатын үнемдеу мақсатында әскери шеру ұйымдастырылмайды. Қазақстанда 2023 жылы әскери шеру өткізу бюджетті үнемдеу, сондай-ақ басқа да мәселелерді шешу қажеттілігіне байланысты жоспарланып отырған жоқ деп хабарлады министрлік. Ведомствоның дерегінше, қазір Қазақстан қарулы күштер бөлімшелерінің жауынгерлік әзірлігін пысықтауға басымдық берілген. Елімізде 2 айдан кейін 4 күндік жұмыс аптасы іске қосылады. Бұдан былай еңбек ететіндерге 5 және 6 күндік, сондай-ақ толық емес жұмыс аптасы қарастырылады. Бұл ретте жекелеген өндірістерде әртүрлі апталарда бір мезгілде 5 күндік және 4 күндік жұмыс аптасын белгілеу қажеттілігі туындайды. Еңбек саласындағы халықаралық стандарттарға сай бір апта 5, келесі апта 4 күндік жұмыс тәсілінде қолдануға болады. Мұндай өзгерістер енгеннен кейін жалпы демалыс күні жексенбі болып қала береді. Елордада қазақ тілінде онлайн контент жасаушылардың 6-шы форумы өтті. Форум таңғы сағат 9-да Қазақстан Республикалық ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі мен Қазақстан Республикадағы ақш елшісі Дэниел Розенблюмнің құттықтау сөзімен басталды. Бағдарламада қазақстандық журналистика жаңа трендтер дайын ба? From TV to YouTube, бейімделу, тенденция және жаңа мүмкіндіктер. Өз подкастын қалай жүзеге асыру керек сынды тақырыптар аясында спикерлер маңызды мәселелерді талқылады. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.